Арқа шекаралары жоғарыдан 7-ші мойын омыртқаның қылқанда өсіндісі деңгейінде жүргізілген горизонталды сызық. Төменгі бөлігінде құйымшақ, сегіз көздің бүйір бөліктері және мықын қырларының артқы қырлары және латералды бағытта артқы қолтық сызығы арқаның шекараларын құрайтын болып табылады. Арқа бұлшеттері беткей және терең бұлшеттер болып жіктеледі. Беткей бұлшеттердің өзі қол сүйектеріне бекитін бұлшеттер және қабырғаларға бекитін бұлшеттерден тұрады. Қол сүйектеріне бекитін бұлшеттер екі қабатта орналасқан. Бірінші қабатта мускулус трапециус, яғни трапеция тәрізді бұлшет. Одан кейін арқаның аса жалпақ бұлшеті мускулус лятиссимус дорзи орналасқан. Екінші қабатта жауырынды көтеретін бұлшет мускулус леватор скапуля және ромб тәрізді үлкен және кіші бұлшеттер мускулус ромбоидеус минор және мускулус ромбоидеус майорды құрайтын болып табылады. Қабырғаларға бекитін бұлшеттер арқаның беткей бұлшеттердің үшінші қабатын құрайды. Оларға артқы жоғарғы тісті бұлшет және артқы төменгі тісті бұлшет, яғни мускулус серратус posterior superior және мускулус серратус posterior inferior жататын болып табылады. Трапеция тәрізді бұлшет ол арқаның жоғарғы бөлігінен шүйде сүйегіне дейінгі аралықта жалпақтау және үш бұрышты екі жақтылы бұлшеттен тұрады. Бұлшет линия нуха супериордан, протуберенция оксипиталис экстернадан және лигаментум нухадан, жетінші мойын омыртқаларының және барлық кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінен басталып, экстремитас акромиалис клавикуляре, яғни бұғананың акромиондық ұшынан және акромионның өзіне және спина скапуля, яғни жауырын қырына бекитін болып табылады. Трапеция тәрізді бұлшеттің негізгі функциялары: олардың жоғарғы будалары жауырынды көтеруге қатысады, ортаңғы будалары омыртқаларды бір-біріне жақындатуға, төменгілері жауырынды жоғары төмен түсіруге қатысады. Сонымен қатар, екі жақты жырылған кезде бас пен мойынды шалқайтуға қатысатын болып табылады. Келесі мускулус лятиссимус дорзи, арқаның аса жалпақ бұлшеті. Ол арқаның төменгі бөлігінде орналасқан, сыртқы пішінен жалпақ, үшбұрыш тәрізді болып келген. Бұл бұлшеттің жоғарғы бөлігін трапеция тәрізді бұлшет жауып орналасса, қалған бөлігі ашық және беткей орналасқан. Бұлшеттердің талшықтары төменгі 4-5 кеуде омыртқаларынан және бүкіл бел омыртқаларының қылқанды өсінділерінен және криста сакралис медианадан, лабиум экстернум криста илиакадан тішеленіп, төменгі 3-4 қабырғалардан басталып, жалпақ сіңірмен криста туберкули минорисқа барып бекитін болып табылады. Арқаның аса жалпақ бұлшетінің негізгі функциялары: қолды төмен қарай түсіріп, төмен түсірген қолды артқа тартып және ішке қарай бұрады. Қолды мықты ұстаған жағдайда терең дем алуға қатысады. Сонымен қатар кеңістікте денені солға және оңға бұруға қатысады. Келесі мускулус леватор скапуля, жауырынды көтеруші бұлшет. Ол трапеция тәрізді және түз бұғана еміздік бұлшеттерінің астында орналасқан. Ол жоғарғы бірінші, екінші, үшінші, төртінші мойын омыртқаларының көлденең өсінділеріндегі артқы төмпешіктерінен бастала отырып, жауырынның жоғарғы бұрышына және медиалды жиегінің жоғарғы бөлігіне бекитін болып табылады. Жауырынды көтеруші бұлшеттің негізгі функциялары: жауырынды көтерумен қатар омыртқа бағанасына жақындатады. Жауырынды мықты ұстаған жағдайда омыртқаларды жиырылған жағына қарай тартады, яғни басты оңға және солға бұруға көмектеседі. Ромб тәрізді кіші бұлшет, мускулус ромбоидеус майор. Ол жоғарғы 4 кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінен басталып, жауырынның медиалды жиегіне бекиді. Ромб тәрізді бұлшеттің негізгі функциясы: жауырынды омыртқа бағанасына қарай тартып, оны жоғары көтеруге қатысады. Келесі ромб тәрізді кіші бұлшет. Ол 7-ші мойын омыртқаның және 1-ші кеуде омыртқаның қылқанды өсінділерінен бастала отырып, жауырынның медиалды жиегіне бекиді. Кіші ромб тәрізді бұлшеттің қызметі: жауырынды омыртқа бағанасына қарай тартып, оны жоғары көтеру. Келесі артқы жоғарғы тісті бұлшет, мускулус серратус posterior superior. Бұл бұлшет ромб тәрізді бұлшеттің астында, яғни екінші қабатта орналасқан. Бұлшет төменгі екі мойын және жоғарғы екі кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінен басталып, төменгі және латералды бағытта өтіп, 4 тісімен екінші және 5-ші қабырғалар бұрышының латералды бұрышына бекитін болып табылады. Мускулус серратус posterior inferior,
яғни артқы төменгі тісті бұлшықет. Ол мускулус латиссимус дорзидің астында екінші қабатта орналасқан. Бұлшықет талшықтары төменгі екі кеуде мен жоғарғы екі бел омыртқалардың қылқанды өсінділерінен басталып, жоғарғы және латералды бағыттап өтіп, төрт тіс мен 9 және 12 қабырғаларға бекиді. Тісті бұлшықеттердің негізгі қызметі қабырғаларды жоғары және төмен көтеру, яғни дем алу актісіне қатысу болып табылады.